Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай топ-томпақ жұмсақ болып шығатын бауырсақ пісіреміз. 4 жыл бойы қолданып келе жатқан рецептпен сіздермен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Жылы суға қант саламыз, ашытқы саламыз, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қоямыз. Ұнға тұз саламыз. Қалған сұйық ингредиенттерді араластырамыз. Жылы сүт, жылы су, сұйық май қосамыз, майонез қосамыз, қант қосамыз және көтерілген апарамызды қосамыз. Ұнды електен өткізіп саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, орамалға орап, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз осылай 2-3 есеге көтеріледі. Оны сеуіп отырып, орташа қалыңдықта видеодағыдай етіп жаямыз. Бауырсақты осылай дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Орамалдың үстіне 10-15 минут қоямыз. Кішкене көтерілуі қажет. Қатты қызып тұрған майда бауырсақты екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Бауырсақ піскеннен кейін осылай сүзіп аламыз. Бауырсақ өте жұмсақ, әрі әдемі доп-домалақ болып шығады. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.